Boydan aldın ya? Ya, sol кезде Boydan keyin. Осы Ramazan ayına жақсы çıktı. Ya, сәтіміз келіп, арнайы қарап, қаламызды енді жақында танысып, көріп, қызық қой ма? Ел аралаған, көрген, білген жақсы. Ол дұрыс. Сосын елмен қарым-қатынасты үзбеу керек қой. Әрине, ана жақта тренировка істеп жатсың, ояқтың несі де бөлек болады, бірақ мына жақта осы жерде бүкіл жанкүйерлерінде, сенің ағайында осы жақта тұр, шыны керек бір қазақ шықса, немесе бір қазақстандық шықса, осы жерде тақымызды қылсын. Біз кеше күлеміз ғой мысалға, кейбірде қазақтан мысалға головкин шықты мысалға. Бәріміз осы жерде головкиннан артық қазақ жоқ біз үшін. Осы жерде головкин үшін тұрамыз. Бір жігіттер ұтылып қалыпты, неге керек? Сақ күтіп. Біреу айтыпты, сен соны осылардың көпіремен білесің ғой, сен соны неге альваресқа тікпедің деп жатыр да, соны айтады, мен патриотпын ғой. Кетсе кетсін, мен головкинге міндетті дедім. Сондықтан бұл енді біздің айтқан генетический код қой, әр елдің өзінің азаматтары, жігіттері айтқанда биікке шығып жатса, соған қуанады, соны тілегін тілейді, алыста жүрсе, соны жаңағы қорғаштап, соны айтып жүреді. Сондықтан біздің мысалға балдарымызға барлығына ол деген кәдімгі әншілер мысалы жүріп, ауыздарына тастамай жүреді. Ұсап баққысы келеді. Жастарымыз өсіп келіп отқан, жастарымыз кішкене болса да жетесен болады, ұлттық патриоттық сезімнен бізге қарайды ғой жастар. Біздің артымыздан еріп осындай спортқа келетін жастар. Бізде сондай болдық кезінде. Қаншама ойларға қарап, осындай спортшы боламын деген жастық кезінен ойлар болған. Сондай жастарымызда сондай дәл осындай болады деп ойлаймын. Енді бұйырса біздің шығара бұл артымыздан келіп қаншама жастар Қазақстанның спорт мәртебесі көтерілген үшін қараймыз. Біз енді пойыздың алдына келіп жатырмыз, енді үйшіде мен айтамын, біз пойыздың алдына бәрін жарықпыз деп көрмей артымыздан біздің жастарға жеңілдеу болады шығу. Жол ашып бересің ғой? Жол ашып бересің. Жол ашып бересің, бір. Сосын екіншіден саған қарап, например, ана UFC-дегілер қарайды, қазақ елінен шыққан батырлар бар екен ғой, мына балаларға да бір көз салып қарау керек екен ғой деген сияқты. Арасында ол кім, не, тағы көп жаңағыдай нелер болып түсіністірсікті болды ғой. Мен бір жерде оқығанда, сен UFC-де алғашқы несін, е? Негізінде контракт менде алғашқы болды, бойда алғашқы болу керек. Пандемия болды да, біз Алматыдан аэропортқа Лондонға ұшып кетуіміз керек, виза бәрі бар, сонда неге келеміз? Айтады, бой отменили дейді да, бой болмайтын болды. Пандемия вообще бәрі жерде локдаун басталды, сонда неге қайтты? Сонымен шыға алмай қалдым мен, одан кейін Жалко шықты, Мария Агапова шықты, солар шықты. Кім шығарған? Мен почему-то Дамир Исмол болып бірінші екенді жүрсің? Жоқ, енді ол Россия азаматы. Все. Дамирді да қазаққа қосылып қой. Менен алып шықты ол. Ол бірақ Ресей азаматы, біздің екеуін қатар алып шықты, Оренбургтан шықты. Олай болатын болса, ең бірінші негізі Қытайдың қазағы шыққан.
Mesela сол Қытайдың қазағы шықты, бір алайда олар кішкене болмай қалды. Шынабек дұрыс. Ой вечері ең бірінші болған қазақ. ол жігіт үш рет ұтылды. Şu ұтылды сонымен. Бірақ жақсы өз. Одан кейін Дамир шықты. Дамирден кейін Сайрам деген шықты отыр. кейін шықты. Ол кейін шықты. Дамир қойды енді қазір, е? Жоқ, қойған жоқ. Қойған жоқ па? Алдында просто кішкене ренжіп айта салған ол шықпайды. Настроение жоқ кезде енді. Жақсы уже өткенде сол қалып танымайтын арнайы сөйлесіп бір күн соң қалып кетті. Сөйлесіп Қазақстан кімсің деген сияқты шақырады. Ешкімді шақырмайды анда оншама жағдайда. Көріп осы құттықтап ана рингтен түспеген кезде деп қашан сөйлескен кезде уже титулге берді. Айтты қазір кішкене дивизиондардың не дейді бір бой болды. Құдай қаласа содан кейін титулге беремін деп. Иншалла қазір. Жаңағы кім шақырып дедің ғой? Екінші ма анау рейтингте тұрған? Осы екінші нөмір қазір чемпионсық бойға шығады. Чемпионсық. Қазір біреумен шығамын. Он отыр, иншалла, отқаннан кейін чемпионсық бойға берген шығады. Ниетіміз осындай. Мұхаммед шығады. Енді қазіргі таңда демалыс болды. Наурызда қазір кішкене сол үшін жүрміз. Қалаға қыдырып, жайлап, одан кейін режим бізде еш жаққа шыға алмаймыз. Европа істеуге сұлу, анда-мында ұшып кетеміз. Сондай қолымыз істеп келіп, танысып жатқанымыз. Енді Құдай қаласа бір бой, сонан кейін получается уже рейтингіге шығарып жібереді сен, да? Рейтинг емес, уже бүйтім. Мынау қазіргі бір бойда, уже рейтинг ойлады. Мен қазір 6-шы нөмірде тұрмын. Әлем бойынша екінші. Қазір мен маған 4-ші нөмірді береді деген. Одан кейін мен сразу жабылап, ұтып, поиск көтерілесің. Бұйыр, болсын. Солай. Бізден бір чемпион керек. Енді Алла қаласа денсаулық болсын, иншалла көрсетеміз енді ойда, характерде, бәрі бізде. Ал өзің қайсысымен айналыстыңыз спортта? Біразымен айналыстық. Немен айналысмадым деп болсаңыз болады. Неден бастадың деген ғой Алла? Енді. Күрес мен негізі Өзбекстанда туғанмын. Сол жақта күреске айналыстық, содан кейін... Өзбекстанның өзінде ме? Қай жерде? Өзбекстан Сурхандаренск облысы деген жерде туғанбыз. Ең люк, ыстық жер. Тауға қастарымыз. Сол жақта өсіп ұлғайтып қоймыз. Біраз мектепті бітіргенбіз. Өзбекстаннан мен 2010-да сонда келіп Бұлайна туысқандарға келіп кетіп жүреді. Ағайындар қай жерде? Шымкент Түлкібасқа тұрғанбыз. Ағайындар. Біз келдік та сол сразу Қарағандыға кеттік жұмыс істеп. Сол жақта болса карьерамызда спортты Қазақстанда жалпы осы Қарағандыдан бастап есепте болып тренировка істеп, сол жақтан шығып жұмыс істеп, ары қарай кеттік Көкшетау, қазір Алматы. Күрестен кейін кикбокс болды. Мына жаққа келіп боевой самбо, грэпплинг, джиу-джитсу болды. Одан кейін тағы да 2014-2015-тен бастап тағы кейін вольный балалар қосылды. Бәрін жинап келіп жатырмыз. Разнообразный болу керек қой, мықты. Сол разнообразный болғандықтан да мен сол досрочный дегенді ойлаймын да. Кішкене бір жерде разнообразный болмағанда мен жеңе алмайтын. Бәрі досрочный. Сол үшін әр жақтан мықты болсам, соперникті бір жерде әлсіз жерлерін тауып ұстауға болады деп ойлаймын да. Бұлайна енді досрочный жегу деген негізінде өте қиын зат. Біреуді енді тез ұрып тастап қайду деген сияқты ғой. Мен неден қарам, бәрі көбінде не екен? Қазір 9 удушение болу керек, 8 нокаут болу керек. Почти бітеді. Келесі нокаут болған ғой дейді. Теннис кіруші ма? Мұхаммедпен шықса нокаут болғанбыз. Мұхаммед теңді ма? Араб. Американец, бірақ арабский происхождениесі.
Көрдүңөр. Ол да неме? Палестинец бар. Осылардың салмақты. Бірақ ол каким-то образом рейтингке жоғары тұрып кеткен да? Ол соңғы 7 ойында да нормально жатыр. Тоқтамастан да. жақсы келді. 13 бой өріп салған ғой UFC-де. Біраз өзі ғой. Біз ғой енді шығып сразу. Жан қорасында. 13 бойдың 7-ін ұтып соңында рейтингке шығып тұр. Жоқ, 7 бой подряд. Подряд. 3-өн ұтылған ма деймін. Нилден ұтылды ғой, Нилден жаңа ұтылған. Нилді сен ұттың ғой. Мен одан алым Нил Магни дегенмен шықтым. Ол негізінде Нил Магни Джефф Нилді ұтқан. Мен Нил Магни ұтқанымда Джефф Нилден шығам. Ана ұтылған болса да, ана бой мен мына бойды қарасаң қандай уровень бастайды. Сондай ол негізінде оған қарамау керек, ол ұтылған, анаған ұтылған деп ойласаң ол жүре бересің. Анау бір сәтінен айырылып қалған болар дейсің, ол жерде ол құтылмайды ол уақыт. Дамый береді, тез тұрмайды. Жоқ, ол да дамайды, сосын екіншіден бір неде бір қателіктен ұстап қалуы мүмкін. Мықты болса да. Кейбіреулер стиль, андай стиль сәйкес келмейді. Сәйкес келмейді бір-біріне. Ыңайсыз ғой. Кім Головкин кіммен шықты ғой, біздің Орыс. Канело ма қайсы? Деревенчик мен. Қиын болды, екеуінің как раз бірдей болды ма? Школа бірдей болды. Кімге ауыл түстіне. Газдың бірінші бойында сонда шықты. Корпусын болған ya кейін сол кезде бәрі біліп бастады, корпусын болу керек деген сияқты. Геннан бір нәрсе енді нақыролым жүре береді. Қартайды осы. Уақыт қой, бәріне уақыт бар. Қандай да мықты болсаң да, саған да мықты табылады. Сондықтан да мықтыдан мықты көп. Жастық болу керек. Жастар шығыватыр, уақыт келгенде қойып кету керек деп ойлаймын. Енді оны ана жақтан андай қаншама ақша алады, қысып кететін сияқты қой. Көреміз енді. Қысқамыз жүріп. Тайсында жүрді ғой, соңғы нелерінде таяу жүріп. Мен соны ойлайтын едім, Тайсон неге шығады екен. Бір жағынан шынашыйды ғой, не істеп көріп жүргеннен кейін. Біздікілер менше қазақтар, не істемейді қазақтар ана абырой қымбат абырой деген намыс дегендер қымбат қазақтар. Сондықтан мен ойлаймын қазақтар жүрмейді. Кететін болса кете қояды. Енді анау шетелдіктерге басқаларына ақшада тұрған заттарға олар деген жүре беретін ғой. Күн көріс ол. Это айтқанда олар не столько там бір ана биікке шыққанда оларды бір жаңағы заработықтың түрі ретінде жұмыс бар. заработықтың түрі ретінде біздерде мастер-класс бір нәрсе көрсетесіздер ме? Мастер-класс емес. Оразаның кезінде кішкене мотивациямен қиын болып тұрады. Бірақ ораза болғасын шашайып терлейді. Болмайды. Бірақ ол алдағы уақытта тағы бір ретте келеді ғой сол. Қашан келесің ол мастер-класс? Мұхаммедті жеңгеннен кейін келесің ба? Енді ол бірінен бірі ме? Қанша уақыт береді мысалға? Ол негізінде маған байланысты дегенде мен айтамын, мен дайынмын деген сияқты. Соны сұрайды. Ой беріп деген сияқты. Сондай болады. Енді ондай бірдеңе қатты не істемейді. Шықсын шықпасаң болмайды деген сияқты. Еркін өзің керек деген сияқты. Өзіңді айтасың. Осындай кезде мен дайын боламын. Алдын ала 3 ай, 4 айда дайын боласың. Ары қарай саған қарсылас іздей бастайды. Іздеп күшің тең болу керек деген сияқты. Қарап, рейтіне қарап шығарады. Әркімнен шығармайды ғой. Кім қайда төбелесіп жатыр? Енді ол UFC негізінде боксқа қарағаннан маған сол жағы ұнайды. Екі мықты соперниктер бір-бірімен шығады, күші тең. Көбінше. Ол енді бокста қарайсың, ана бір екірді 17-20 ананың біреуін тауып келеді, қайдан тауып келеді. Құдай біледі. Біреуін сауат болады. Бізде ондай жоқ. Тас, ана жерде. Көбінше сондай ғой. Соның үшін қызық негізінде UFC. Соның үшін адамдар да қызығады деп ойлаймын. То есть өзінен пара-пар күш теңдері төбелеседі де көбінше. Ана бокста қарасаңыз, ана Қазақстанға келеді, басқа жақта келеді, анау қайдан тауып келген құдай біледі. Көжеден де шығасың ба дейді. Сондай сияқты да. Бізде қанша қазір
Қазақстанда UFC'de. UFC'de 5 bala kızla birlikte. Kız var o. Kim var? Maria Agapov деген бар. Ол Енді анау алдында отырып жоқ, Дамир, Жақу, мен, Мороз. Мороз. Сосын Мария Агапов 5 адам. Бұйырса алда болады шығар. Жетеу даже. Бұйырса қазір дайындап отырып дейік оған. Біздің жасап жатқан промоушнымыздың жұмысы сол. Шахтар сияқты жұлдыздар тауып, жаңағы самолет тауып болады, жаңағы болашаққа дайындап, сол жерге қарай тұрып. Бұл жерде жаңағы тәжірибесі бар, кәсіпқой деген. Ол бірден андай алмай, жаңағы не сияқтыдан өтіп шығу керек деген ғой. Ол даже олимпийский чемпион болсын, боевой самбодан или там күрестен оған по-любому күресу керек, профтан ауылда или осы СНГ-де или басқа жерде. Тек UFC-ге барып сразу өсіп кету оңай емес. Onun için мега звезда болмасын. Енді, допустим, там олимпийский чемпион уже бірақ бойларың жоқ, конкуренция көбісі қиын болады.